Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Казақплей. Достар, кімде сіздерге бір ақыл айтайын. Кім өзінің жануарын жақсы көреді, мысық, ит болсын, сондай жақсы көреді. Соларға міне кеңес берем. Бүйтіп жазасыздар. Play Marketке кіресіздер. Міне, переводчик кошка, мысыққа бұл, переводчик собак. Бұл итке. Осылай жазғаннан кейін міне менде ағылшын қазақшада тұрғандықтан қазақшада ағылшынша болып көрсетеді. Менде русскийде емес, қазақшада барлы. Міне осындай суреті тұрады. Осы мысалы иттікінен бастаймын. Міне өзі кіреді и мысалы мен бірден істеп бүйтіп қоямын. Ақтөс, тыныш отыр. Міне осылай достар. Енді мысықтікі. Мысалы мен мысығымның аты Мөлдір. Өйткені оның көзі мөлдірегендіктен бүйтіп айтамын мысалы. Мөлдір, тыныш отыр, ешкімге тиіспе. Түсінің ба? Түсінсең, мяулап айт. Достар, мысықтікі көп айтады енді. Тым түсінбеді, ана точно. Короче, осындай ақыл біздікі. Не өстіп жасаңыздар шығады. Және де достар менің ештеме. Сен де достар, мына баланың YouTube каналына отырып келіп кетіңіздер. Не көріп тұрсыздар. Неше подписчик, әрине бұда 19 жазылушы. Міне мен сияқты балалар влог түсіреді. Егер де мен олардың каналдарын көрсететін болсам, оларға пиар болып кетеді. Сіздер тіркелесіздер. Сол сияқты мен сияқты осындай кеңестер беріп жүрген бала. Тек мына балаға бермеңіздер, өткен ол менің досым. Ол екеуміз жақын араласамыз, өйткені екеуміз бір-бірімізбен ақылдасып, видеоларды бірге түсіреміз. Арасында Free Fire'ден түсіреміз, бірақ ол Free Fire екінші телефоны бар, Free Fire ойындарға арналған, сол ойындарға арналған телефоны істемей қалған. Сондықтан осы баланың YouTube каналына жазылыңыздар, қолдап кетіңіздер. Ал әнше біздің видеомыз аяқталды.